Ассаламу алейкум баршаңызға. Бұл әлемді керемет жерлерін суретке түсірудің өзі көп. Аллах тағаланың құдіреті шексіз. Неше түрлі жаратылыстар бар, қандай әдемі, әртүрлі түстермен. Аллахтың құдіреті күшті, адам баласына керемет. Үйге асырайтын достар бар. Ит адамның өте керемет досы. Аллах тағаланың бізге берген керемет нағметтері, дәмді жемістер, көкөністер, тағамдар, әдемі табиғаттар, күшті әлемді жаратушы Аллах. Аллах тағаланың 99 есімінде, Халик есімінде және Ан-Нур есімінде Аллах бүкіл әлемді жаратушы, нұрға бөлеуші, ерекше мейірімді жаратылыс иесі. Сол үшін де мұсылман бауырларым, бүкіл әлем Раббысы Аллахтың 99 есімін жаттап, Рамазан айына дайындық жасап, иншалла. Жұма намаздарға қалмай, ер адамдар, әйел кісілер үйде намаз оқып, үнемі Аллахтан дұға етіп, үйде отырып, тахаджуд намазын оқып, Құран-ы Кәрімімізді оқып, қазақша аудармасын болсын Рамазанға дайындалып, иншалла. Дұғада болайық. Аллах тағалам барша дұға тілегімізді қабыл етсін, иншалла. Иншалла, осы өмірдегі оқыған Құранымызды ақыретте сауаптан жазсын. Жақын жандарымыздың баршамызды Аллах тағалам жәннатында жолықтырсын. Аллах тағаланың елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ең соңғы сөзінде: намаздарыңа берік болыңдар. Намазға өте қатты мұқият берік болуымыз керек. Иншалла, ақыретте ең бірінші сыралатын ол намаз. Намазымыз берік болсын, иншалла. Намазға берік болайық.